Ұлытау ұлттық паркі. Бұл Гүлсара деген емші анамыздың халықты емдеген осы бұлақтың басында. Сондықтан осы шипалы бұлақ, ем бұлақ дейді, немесе Гүлсара бұлағы деп аталады. Сонымен бірге мына менің атымда тұрған Әулие тау деп аталады. Жалпы қазақтың шаңырағына перзент келіп қыз бала келсе, түскен кіндігін босағаның түбіне, немесе ошақтың түбіне, немесе болашақта өсіп-өнетін ана болсын деп жеміс беріп тұрған талдың түбіне көмген. Ал ер баласы өмірге келсе, үй күшік болмасын деп үйдің маңайына жолатпай, не ат шаптырым жерге апарып көмген, не аттың жалына байлап жіберген. Осы дәстүрді жаңғырту мақсатында 2019 жылы туылған ер балалардың кіндіктерін алып, әкелері келіп, осы Әулие таудың үстіне ырымдап көмді. Кіндік қана тамған, кіндігі көмілген жерге қазақ еліне қызмет қылатын ұрпақ өссін деген ниет етті. Күн басынан су шу, саған да бұйырды. Ой, мен осындай нәрселер қызығамын да. Бісміллә. Өзіңіз шебеңіз. Уланғанымызда семірі жөлді. Бізге тықап жүрмейік. Бісміллә, ем болсын. Мұздай екен, Ал Нұрхан аға. Қайыңдар неге майысып жатыр? Негізі қайың деген тал тіпті өседі ғой. Бұл жер енді көлеңке емес, бір күнге таласып жатқан жоқ, бірақ бұл жердің ерекшелігі қайыңдары осылай билеп тұр. Сондықтан бұл бақ, бұл бақша биші қайың бағы деп аталады. Биші қайың. Иә, биші қайыңдар. Бұл жердің ерекшелігі қайыңдар осылай өседі. Бұндай қайың басқа өңірде бар ма? Болуы мүмкін. Бірақ енді осы жерде бүкіл қайың осылай.